Саламатсыздар ма? Бүгін біз Pixverse AI видео платформасымен жұмыс жасайтын боламыз. Ең бірінші поисковикке Pixverse AI деген сөзді жазатын боламыз. Бұл жерде бірінші болып осындай сайт шығады. Осы сілтемеге кіретін боламыз. Кірген кезде мына жерде сайттың оң жақ бұрышында вход деген кнопка болады, соны басамыз. Осы жерде войти через Google деген кнопка болады. Ең біріншісі соны басып, өздеріңіздің аккаунттарыңызбен кіретін боласыздар. Кіргеннен кейін және бұл сайт туралы айтып кетейін. Бұл сайт сіздер алғашқы рет тіркелгенде сіздерге 90 кредит беретін болады. Кредит міне осы жерде жазылатын болады. Және бұл жерде тек қана видео емес, фото да жасауға болады. Фотоға және видеоға фото қосуға болады. Ал мына текстің орнына сіздер өздеріңіз қалаған промптты жазатын боласыздар. Ал астында видеоның настройкасы тұрады. Астында настройкаде ең бірінші аудио мен мультикадрды бірге қосатын боламыз. Ал мына кнопканы бассаңыздар сіздерге видеоның качествосы, соотношениесі және де видеоның уақыты шығатын болады. Качествосы бесплатный подпискаге 360 пен 540 жатады, ал 720 мен 1080 ол ақылы версияларға жатады, сондықтан бұл екеуін таңдамаймыз. Екінші соотношениестары түсіргенде, яғни компьютер ноутбуктың экранымен видео жасауға болады, немесе квадраттық экранда видео жасауға болады, немесе 916 мен телефон экранындағыдай видео жасауға болады. Астында 1 секундтан 15 секундқа дейін видеоны ұзартуға болады, бірақ видеоның уақыты ұзарған сайын оған сұралатын кредит те көбейеді. Осы жерге промпт жазып, мына жерде создать деген сөз тұру керек. Бұл жерде сол кнопканы басып видеоны жасайсыздар. Бұл жасалған видео сіздерде создание деген кнопка болады. Мына жерде дұрыс аудармаған екен. Жасалған видео осы создание деген вкладканың ішінде тұрады. Бұл видеоны біз өзімізге избранный сақтап қоюға болады, немесе жазып алып басқа жаққа таратуға болады. Жерде тек жазбай ақ таратуға болады, немесе ұнамаса өшіріп тастауға болады.